бүгінгі форумның бұрынғы форумдардан айырмашылығы болашаққа бағдарланған форум болды деп санаймыз. Елбасымыз сөзінде айтты, бүгінгі күнді ғана ойлама, ертеңгі заманымызды ойла. Тіпті феодализм, капитализм, социализм деп келген кезде одан арғы бір жаңа қоғамға кіріп бара жатқанымызды сезінуге тиіспіз. Соған біздің халқымыз, біздің қоғамымыз, біздің төңірегіміз соған дайын болуы тиіс. Мынау келіп отырған спикерлердің бәрі сол әңгімені айтады деген сөзі бізді қанаттандырды. Шын мәнінде 30 жылдан кейін не болады, 100 жылдан кейін не болады, 10 жылдан кейін не болады деген әңгіменің бәрі біздің халқымыз үшін керек. Біздер бір нәрсеге ұмтылып, бір нәрсеге бағдарланып өмір сүруге тиіспіз.